네, 여러분 안녕하세요. 아시엘입니다. 잘 지내요? сәлем достар, менің есімім Айсел және Kimchi TV. Алдағы уақытта сіздерге әртүрлі тақырыпта видеолар түсіру үшін маған қолдауларыңыз сіздердің әлі де керек. Сол себепті подписация, яғни тіркеліп, қоңырауды, яғни колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге міндетті түрде жаңа видеолар бойынша уведомление келеді. Алдыңғы сабақта біз сіздермен корей алфавиті, яғни хангыльмен танысқан болатынбыз. Сіздер енді алфавитті білесіздер, яғни оқи аласыздар деген сөз. Бірақ тек онымен шектеліп қана қоймай, сіздерге басқа да құрал жабдықтар керек. Мысалы, телефондағы тіл үйрететін қосымшалар, яғни приложениялар. Мен сіздерге өзімнің қолданатын топ 5 телефондағы тіл үйрететін қосымшалар тізімін және тілді дамытуға, яғни практика үшін қажет 5 қосымшаны ұсынамын. Бірінші менің ұсынатын ең үздік қосымшам Fun Easy Learn деп аталады. Бұл қосымша App Store'да және Play Market'те тегін. Қосымшаны ашқан кезде өзіңіз үйренгіңіз келетін тілдер тізімі тұрады. Мен бұл қосымша арқылы бұрын, яғни алдын ағылшын тілінде үйренген болатынмын. Біздің жағдайда корей тілін таңдап, бастапқыда әртүрлі тақырыптағы сөздіктерді жаттай аласыз. Кейін сөйлем құрау пунктіне де өтуге болады. Бұл қосымша орысша айтқанда красочно берілген, яғни үйренуге де өте оңай. Екінші қосымша Lingodeer қосымшасы. Бұл да ең үздік қосымшалардың бірі, яғни өте эффективный. Бір минусы, қосымшаны тартатын болсаңыз, ол әрине тегін, бірақ келесі этаптарға өту барысында сіздерге подпискаға ақша сұрайды. Бірақ сабақтары өте түсінікті әрі қызықты. Келесі үшінші қосымша Poro немесе Poro Learn Korean деп тұрады. Бұл қосымшада сіздер корей тіліндегі өлеңдерді, әртүрлі әндерді переводпен тыңдай аласыз. Әртүрлі тақырыпқа бөлінген фразалар тізімі де бар. Әртүрлі уровень бойынша диалогтар да бар. Және корей тіліндегі әңгімелерді, жаңалықтарды да переводпен көре аласыз. Бір минусы, рекламалар өте көп шығады, бірақ қазіргі таңда барлық қосымшада рекламалар көптеп шығады. Тілді үйренгіңіз келсе, қатты сізге ешқандай минустар кедергі болмайды деген ойдамын. Төртінші қосымша Reword деп аталады. Бұл қосымшада сіздер өзіңіз үйренгіңіз келген әртүрлі сөздер категорияларға бөлінген. Сөздерді оқып, өзіңіздің статистикаңызды көре аласыз. Бесінші қосымша Naibasa-John деп аталады. Бұл қосымшаны мен App Store'ға тергенде ағылшын тілінде терген болатынмын. Аты қандай екенін қазір ұмытып тұрмын. Бірақ сіздер осы корейше клавиатура мен осы корейше аталуын жазсаңыздар да шығады. Егер сіздерде қазір корейше клавиатура жоқ болса, настройкаға кіріп тартып алыңыздар, міндетті түрде клавиатура деген бөлімдегі языкиді басып, корейше клавиатураны тартып алыңыздар. Сосын алдағы уақытта өзіңіздің контактідегі жақын, яғни көп хабарласатын ата-анаңыздың, достарыңыздың есімдерін осы кәріс тілінде кәрісше аталуымен жазсаңыз, тіптен жақсы, оны күнде оқып көру арқылы көзіңіз жаттығатын болады. Қосымша жайлы айтатын болсам, бұл тілді үйренуге арналған емес, қосымша переводчик ретінде қолданатын қосымшалардың бірі болып табылады. Яғни өзіңіздің білмеген сөзіңізді кәрісше жазып, оның орысша переводы шығады, немесе орыс тіліндегі сөзді жазып, оны кәрісшеге аудара аласыз. Енді достар, мен сіздерге тілді дамыту үшін, яғни практикаға арналған топ 5 керемет қосымшалар тізімін айтатын боламын. Бұл қосымшалар арқылы өздеріңізге корей достарында таба алуларыңыз мүмкін. Бірінші қосымша Speaky деп аталады. Мен айтатын 5 қосымша да App Store'да да, Play Market'те де тегін. Бұл қосымшамен мен алдын Android телефонымен кірген болатынмын. Ол жерде кішкене басқаша, оңайырақ еді. Ал iPhoneмен кірген кезде орналасуы кішкене басқаша екен. Қосымшаны тартқанда сіз қандай елден екеніңізді жазасыз, қандай тіл білесіз және қандай тіл үйренгіңіз келеді, соларды жазып қойсаңыз болады. Мысалы, кейбір кәрістер ағылшын немесе орыс тілін үйренгісі келетін статустар қояды көбіне. Сіз соларға жазып, мен сізге орыс тілін немесе ағылшын тілін үйретемін, ал сіз маған корей тілін үйретсеңіз деп жазып көрсеңіздер болады. Мен осы қосымшада кәріс қызымен ағылшынша, орысша сөйлесіп жүрдім, және мен осы қосымшада кәріс қызымен ағылшынша, орысша сөйлесіп көп ақпарат білдім. Ол маған өзінің Кореяның Усан деген қаласында тұратынын айтты.
Корей ұлттық тағамдарын жайлы айтты, олардың суретін көрсетті, және менің жазған кәрісше сөздерімнің қателерін жөндеп өтті. Екінші қосымша Hello Talk деп аталады. Бұл қосымша тек тіл үйренуге арналған керемет қосымшалардың бірі. Ішінде тілді үйренуге арналған әртүрлі тапсырмалар да бар. Тіпті бұл қосымшада қазақ тілін үйренгісі келетін кәрістер де өте көп екен. Үшінші қосымша Kakao Talk деп аталады. Бұл біз жиі қолданатын WhatsApp желісі сияқты, яғни кәрістер өте жиі қолданатын өздерінің еліндегі нөмірі бірінші қосымша. Яғни сіздің корей достарыңыз бар болса, сізден какаода барсың ба деп сұрауы мүмкін. Төртінші қосымшамыз Bigo Live деп аталады. Бұл қосымшада тікелей эфир, яғни видео чатпен сөйлесуге арналған, тілді дамытуға арналған жақсы қосымшалардың бірі. Бірақ сіз өзіңіз тікелей эфир жасамасаңыз да болады, яғни керісінше кореяны таңдап, ол жердегі кәрістердің тікелей эфирдегі трансляцияларын көре аласыздар. Бесінші және соңғы қосымшамыз Good Night деп аталады. Бұл қосымшада рандомный аудио қоңырау арқылы практика жасап, кәрісше сөйлесе аласыз. Достар, міне өзімнің бар білгенімді, яғни өзімнің қолданып жүрген қосымшалар тізімін сіздерге айтып түсіндірдім. Пайдалы болды деген ойдамын. Енді осы құрал жабдықтар арқылы тілді үйренуді ары қарай дамытыңыздар. Ал келесі енді менің сабақтарым, видеоларым қандай тақырыпта болғанын қаласаңыз, өз ойларыңызды комментарийға қалдырып отырсаңыздар, маған ол өте керек. Және менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, аньон!